контенті жол немесе контентная линейка. Достар, осы ақпарат сіздің маркетолог ретінде жалақыңызды өсіруге көмектесетін, маркетолог ретінде өзіңіздің абыройыңызды көтеретін, ал егерде бизнесмен болсаңыз, онда осы арқылы бизнесіңізге көбірек клиент әкелудің жолдарын үйренетін боласыз. Енді кеттік. Контентная линейка дегеніміз не? Бұл сіздің клиентіңіздің ең бірінші рекламадан бастап, соңғы сатып алғанға дейінгі барлық ортасында қандай контент кетеді, қандай видео, қандай аудио, қандай текст, қандай документ, қандай не бар тағы да, ссылкалар жіберіледі, қай жерге кіреді, қалай кіреді, қай жерге подписка жасайды. Осының барлығы контентная линейканың ішіне кіреді. Егерде бұны ішіне толығымен кірмей тек сырт жағынан, яғни оңай тілмен түсіретін болсақ, ол бірнеше кезеңдер тұрады. Біріншісі лид магнит. Лид магнит дегеніміз не? Лид магнит, яғни лид бұл номер қалдыратын, немесе өзінің ақпаратын беретін адам. Магнит, яғни тарту. Қараңыздар, осы жерде дұрыстап түсіндіретін болсам, егер де сіз белгілі бір тегін тауар үшін регистрация жасайтын болсаңыз, онда сіз лид ретінде қарастырасыз. Яғни сіз регистрация жасадыңыз, өзіңіздің ақпаратыңызды бердіңіз компанияға, өзіңіз туралы номеріңізді, өзіңіздің аты-жөніңізді жаздыңыз. Енді магнит, осы магнит дегеніміз тарту, яғни адамдарды тарту деген сөз, лидтерді тарту деген сөз. Бұл көбіне тегін ақпараттар болады. Лид магниттің түрлері өте көп, оны алдағы уақытта сіздерге айтып беретін боламын. Бастысы, бірінші тауар бұл тегін тауар. Екінші бұл Tripwire. Tripwire дегеніміз не? Құны өте төмен, бірақ та шынымен де өзіндік құндылығы сақталған, өзіндік құндылығы бар, сіздің клиентіңізге қандай да бір шешім әкелетін, сіздің клиентіңізге белгілі бір жағынан көмектесетін, бір нәрсені түсіндіретін товар. Яғни қараңыз, бұл ақылы товар болып келеді, бірақ та ақылы болғанымен бұның бағасы шынымен де кез келген адам алатындай, адамдар қорқып кетпейтіндей, наоборот, қазір алуым керек, мен алам деп айтатындай бағасы болу керек. Және де соған орай оның өзіндік ұсыныстары да болу керек, яғни бонустары, басқалықтары деген сияқты. Үшінші, бұл негізгі тауар. Бұл не? Сіздің барлық осы товарыңыздың ішінде лид магнитті не үшін жасадыңыз, Tripwire не үшін жасадыңыз, тек осы негізгі товарды сату үшін ғана. Егер де негізгі товарыңыз жақсы болса, онда бұның өтілу саны көбірек болады. Енді маркетинг, достар, маркетинг бұл кез келген жерде бар. Мысалға, сабақ беру тәсілін қарастырайықшы. Сабақта, мектепте сабақ өтілетін кезде барлықтарыңыздың естеріңізде бар шығар. Ең алдымен бір оңай затты береді, бір оңай формуланы көрсетеді. Содан бастайды. Бізде де дәл солай. Ең оңай қадамды, яғни просто подробнее батырмасын басу. Бұл да қадам. Себебі адамдар қазір өзінің ақпаратын кез келген бір жерге бергісі келмейді. Алайда ол дұрыс ұсынылған ақпарат болса, оны береді. Енді кеттік. Екінші кезең, сізге үй жұмысын түсіндіретін кезде, үй жұмысына арнайы бір қосымша қиындау, бір ерекшеліктер қосып береді. Енді бұл көріп тұрғандарыңыздай, сіз өзіңіз ол жерде тек қана көрермен немесе тек оқушы ретінде ғана емес, сабақты өткен кезде, үй жұмыс жасаған кезде сіз не істейсіз? Сол пәнді түсінген, именно сол сабақты түсінген адам ретінде көзқарасыңыз өзгереді. Неге? Өйткені үй жұмысын жасайсыздар. Енді үшінші, бұл жерде негізгі товар ретінде айтатыным, арнайы бір бестік оқитындар, бір қиын бір тақырыптар болады. Осы қиын тақырыптар ол жерде негізгі товар. Негізінен сіздерге сразу соны үйретсе, онда сіздер оны мүлде түсінбейтініңіздер. Алайда сіздерге сабақ кезінде оңайын көрсетеді. Одан кейін сіз үйге барып, өзіңіз жасау арқылы оны толығырақ түсінесіз. Яғни көзқарасыңызды өзгертесіз. Үшінші, бұл уже негізгі товар. Негізгі есептерді шығарып бастайсыз. Енді Profit Maximizer деген ол бір формуланы басқа бір формуламен есептестіру, қостыру деген сияқты. Бұл тоже сабақ беру жолында қарастыратын болсаңыз, байқағандарыңыздай адамның психологиясына дұрыс әсер ету. Екінші мысал, қыз бен жігіт. Мысалға сіз бір қызбен таныстыңыздар, немесе бір жігітпен таныстыңыздар. Сол қызбен немесе жігітпен сол күні таныса салып, сен менің қызым болшы деп айта алмайсыз ғой. Сіздер алдымен кездесулеріңіз керек, толығымен танысуларыңыз керек, бір-бірлеріңіз туралы ақпарат жинап, басқа қырларыңызбен танысқан кезде ғана біраз уақыт өткеннен кейін сіз олмен қыз немесе жігіт ретінде жүре аласыз. Бірақ та елестетіп көрсеңіз, бүгін танысқан қызға сен менің қызым немесе сен менің жігітім бол деп айта алмайсыз. Себебі ол жерде
көптеген ақпараттарды білмейсіз, танысқаннан кейін ғана, мүмкін 2 аптадан кейін уже жігіт пен қыз ретінде жүретін шығарсыздар. Ол кезде қарасаңыздар, жігіт пен қыздың да этабы осы психологиялық маркетингке ұқсайды. Осы америкалық маркетингке, яғни танысу, одан кейін екінші кезең бұл бір-бірімен кездесуге шақырып, бір-бірімен толығырақ танысу. Үшінші кезең бұл уже қыз бен жігітпен жүру. Бірақ та сіз мына 2 этапсыз бірден қыз бен жігіт болып жүріп кете алмайсыз. Бүгінгі достар, сіздерге түсіндіргім келгені де дәл осы ақпараттар, яғни бизнесте де, сатылымда да, маркетингте де барлығы дұрыс қойылатын болса, стратегия алдын ала жасалатын, клиенттің жүретін жолы дұрыс құрастырылатын болса, онда сіздің бизнесіңізде көбірек адамдар болады, онда сіздің маркетолог ретінде жалақыңыз көтеріледі. Жақсы достар, тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен алдағы уақытта кездесеміз.